Қайырлы күн, асхананың ханшайымдары. Бүгін сіздерге өте бір ерекше тағамның рецептісін ұсынғалы отырмын. Видеоны аяғына дейін тамашалап, каналға тіркеліп, пікір қалдырып отырыңыздар. Тағамның дайындалуына қажетті ингредиенттердің барлығын жазбаша түрде қалдыратын боламын, қыздар. Ал қазір тағамның жасалу жолына назар аударайық. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осылай жуылып тазартылған етті салып 1 сағат бұқтыратын боламыз. Менде бұл жерде жылқының қабырғалары және еті, қойдың еті де, сиырдың еті де жарай береді. Осылай сүйектерін және ірілеу қылып туралған еттерін алсаңыздар, өте дәмді шығады. Әсіресе жаңадан сойылған жас малдың тоқтының еті тіпті керемет болады. Су құймаймыз, қыздар. Оттың астын бәсеңдетеміз, қақпағын жауып 1 сағат бұқтырамыз. Асқабағымызды жақсылап сүртіп аламыз, яғни шаң тозаңнан тазартамыз. Асқабақтың үстіңгі бетін алып тастаймыз, яғни осылай кесіп алған кезде крышка сияқты болу керек бізде, және де қасықтың көмегімен дәнектерінен арылтамыз. Сонымен қатар, қыздар, мякотті барынша алып тастауға болады, ішін кеңейтіп, бірақ мен ысырап болмас үшін асқабақтың осылай толықтай өзін пісіруді жөн көрдім. Енді қуырдағымызға қажетті заттар бізде пияз, 2 пияз, 5-6 жаңағы зубчик чеснок, помидор, кинза, және де мында дәмдеуіштер паприка, тұз, кориандр және қара бұрыш. Егер де кинзаның дәмін ұнатпайтын болсаңыздар, укроппен алмастырсаңыздар болады. Және менде мұнда замороженный помидор, свежий помидор да жарайды. Егер үйлеріңізде замороженный помидор болса, оны да қоса бересіздер. Өте дәмді болып шығады. Барлығын етіміздің үстіне салып, барлығын жақсылап бір араластырамыз. Отымызды орташа деңгейге қойып, қақпағын жауып, тағы да бір шамамен жарты сағаттай ұстаймыз отта. Картошкамызды, қыздар, алдын ала пеште, яғни духовкада 30 минуттай шамамен пісіріп аламыз. Аз ғана майымызды құя отырып, противенге жайып, 180 градуста 30-35 минутта картофелімізді пісіріп аламыз. Себебі бірден асқабақтың ішіне салатын болсақ, онда картошкамыз піспей қалады. Сондықтан алдын ала осылай пісіріп аламыз. Картошкамыз шамамен жарты сағатта пісіп шығады, және сол жарты сағатта біздің жаңа салған көкөністерімізбен бірге етіміз тағы да бұқтырылады. Пештен шыққан картошкамызды етімізге салып, барлығын біріктіріп араластырамыз. Тұзсыз пісіреміз картошканы, өйткені еттің құрамына, яғни бізге қуырдағымызға тұз қосқан болатынбыз. Егер де картошкамызға да тұзды қосатын болсақ, онда 2 еселеніп, ашты болып кетуі мүмкін. Сондықтан картошканы тұзсыз пісіріп, араластырып, егер де жетіңкіремей тұрса, тұзды онда қосамыз. Және осы жерге болгар бұрышын немесе жаңағы светофор перецті қосып жерсеңіздер болады. Өте дәмді, әрі түсі де керемет болып шығады. Мен светофор перец алдым, қызыл және жасыл түстерінен алып, осы жерге турап қосып жібердім. Барлығын жақсылап бір араластырамыз, тұзымыздың мөлшерін көреміз, жетіңкіремей тұрса аздап саламыз, және осыдан кейін барып тазартылған асқабағымыздың ішін толтыратын боламыз.
Міне асқабағымыз толықтай дәнектерден тазартылды. Мен мякотьпен бірге пісіретін боламын. Егерде ішін кеңдеу қыламын десеңіздер, немесе мякотьті ұнатпайтын болсаңыздар, онда барынша алып тастауға да болады. Және де дайындап алған қуырдағымызды осы тазартылған асқабаққа салып толтырамыз. Тамақтың иісі де, көрінісі де өте әдемі қыздар. Кез келген қонақтарыңызды таңғалдыра аласыздар. Отбасыларыңызға қуаныш сыйлай аласыздар. Сондықтан міндетті түрде өздеріңіздің рецептеріңіздің арасына қосып қойсаңыздар болады бұл тағамды. Ең бастысы бұл бұқтырылады. Яғни ешқандай зияны жоқ. Балаларға да өздеріңізге де өте дәмді, ерекше тағам. Сондықтан қыздар міндетті түрде жасап көріңіздерші. Және де осылай сөлінде ожаумен барлығын құйып шығамыз. Барлығы салынды. Енді крышкасын жабамыз және де асқабағымызды сұйық маймен майлап шығамыз. Асқабақты противенге орналастырамыз. Пешімізді алдын ала 200-220 градусқа қыздырып, сол градуста асқабағымызды 45-50 минут пісіретін боламыз. Міне қыздар, біздің тағамымыз дайын. 45-50 минут шамасы өтті. Асқабағымызды осылай тәрелкеге орналастырып алдық. Және де осылай шет-шеттерін кесіп, дастарханға қойып, жақындарымызға ұсынатын боламыз. Өте дәмді, сочный, көрінісі де әдемі, дәмі де, иісі де керемет тағам. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Аллах тағала әрбір істеріңізге берекесін берсін. Ерекше тағамдарды тек қана ресторан мен кафелерде жеу міндетті емес. Тек қана ерінбеуіміз керек, ізденуіміз керек және жасап көруіміз керек. Жасап көріңіздер қыздар, және де міндетті түрде пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар, яғни комментарий қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, әрбір істеріңіз қайырлы, берекелі болсын қыздар.